кінәні басқадан іздеу. Адамды кері тартып, кемелденуіне кедергі келтіретін кесел, жетістікке жетуіне бөгет болатын жаман мінез, қатені әрдайым өзгеден іздеп өзіңді ақтау. Мұндай дертке шалдыққан адам кез келген сәтсіздіктерін басқадан көретіндіктен өз қатесін өлсе де мойындамайтын, тоң мойын, кемшілігін көре алмайтын көрсоқырға айналады. Ал кемшілігін мойындамаған адам өз қатесін түзетуді, кемелденуді ешқашан ойламайды. Өйткені оның түсінігінше бәрінен басқалар кінәлі. Өткен жылы бір кәсіпкер азамат маған арнайы келіп кәсібінің жүрмей, істерін кері кеткеніне шағымданды. Қайреке, бір дұға оқып дем салып жолымды ашып беріңізші деп өтініш жасады. Мен одан кәсібінде қандай келеңсіз жағдайлар орын алғанын сұрағанымда, бас есепшім мені осы уақытқа дейін алдап келіпті, ақшамды ұрлап жүр екен. Салықты дұрыс төлемегендіктен фирманың мойнында мемлекетке беретін қыруар қарыз тұр. Бір танысыма үлкен сомада қарыз беріп едім, ол да алдап кетті. Қырсық шалғанда тауарды жіберетін адамдар да уақытында жібере алмады. Осының бәрі жиналып келіп, жұмысым кері кетті. Енді өзіңіз бір дұғаңызды оқып, осы қырсықты кетіріп, жолымды ашып берсеңіз деді. Мен оған: бұл жерде адами фактор бар. Басшы ретінде сіздің ғана қатеңізді көріп тұрмын. Сіз кезінде таныстарыңыз арқылы мемлекеттен қомақты тапсырыс ұтып алып, бірден үлкен байлыққа ие болдыңыз. Сіз сияқты таныстарым өте көп. Олардың басты қателігі әуелі оңай келген көп ақша солай ағылып келе береді деп ойлайды да, жұмысты лайықсыз адамдарға қадағалаусыз тапсырып қойып, өздері зәулім үй салып, қымбат көлік мініп, аң аулап, тұрғыда рахат қуып жүреді. Үлкен компанияны қалай басқаруды, кәсібін кәсіби тұрғыда заманға сай өркендетуді ойламайды. Білім алып, өзін жан-жақты дамытып жетілдірмейді. Оңай ақша күтіп жүргенде кәсібі дағдарысқа ұшырайды. Сондықтан ең әуелі сіз басқаларды кінәлаудан бұрын өзіңіз жіберген қателіктеріңізді мойындап, соны түзетудің әрекетін жасаңыз. Дұға оқып, жолымды ашып бере салыңыз деген түсінік жауапкершіліктен қашу. Абайдың өзімнің иттігімнен болды демей жейді ғой деп шайтанға болар көмек дегенде кінәні басқаға итере салудың еш пайдасы жоқ. Сөф деген демнен мәселе шешілмейді. Тек өзіңізді алдап уақыт жоғалтқан боласыз дедім. Айтқанымды еріксіз қабылдады. Жұмысын лайықсыз адамдарға қадағалаусыз тапсырып өзі жайбарақат жүрген екен. Кәсіпкерлікті дамытуға, ұжымды сауатты басқаруға қатысты бірде-бір кітап оқымаған болып шықты. Қадірлі оқырман, кез келген кері кеткен күрделі жағдайдың бір ұшында өзіңіз жіберген қателіктер мен кемшіліктеріңіз бар. Соны түзетуді ойлаңыз. Балаларыңыз сізді тыңдамай, мектептегі оқуы нашарлап кетсе, онда қатені басқадан емес, дұрыс тәрбие, қажетті мотивация бере алмаған өзіңізден іздеңіз. Айналаңыздағы адамдармен тіл табысыңыз қиын, ұжымыңызбен қарым-қатынасыңыз күрделі болса, мәмілегерлік қабілетіңіздің нашарлығын мойындап, кінәні өзгеден емес, әуелі өзіңізден іздеңіз. Иә, өзіңізден іздеңіз. Қателікті мойындаудан қашпаңыз. Сонда ғана дамисыз. Осал тұсыңызды жетілдіресіз, білмегеніңізді үйренесіз. Себебі қателікті түзетіп, кемелденудің ең әуелгі баспалдағы өз мініңді көре білу мен өз қатеңді мойындаудан басталады. Қатені мойындау нәпсіге тым ауыр. Алла тағала көктегі шоқ жұлдыздарға, қасиетті Мекен мен асқар тауларға, пайғамбардың өзіне, қасиетті Құранға серт еткен. Солардың қатарында өзін үнемі кінәлап, жазғырушы пендеге де ант етуі тегін емес. Қиямет сүресінде өзін үнемі жазғырып, кінәлағыш нәпсіге адамға серт делінген. Аятта құлшылығы көп тақуа немесе көп білетін ғалым адаммен емес, қателік жасап өзін кінәлаған адаммен серт етілген. Себебі өз қатесін көре білу және оны мойындау жақсылыққа беталыстың, ұлы төңкерістің нышаны, кемелденудің алғашқы қадамы. Ал кемелдіктің биік шыңы әулиелік. Олай болса қазақтың өз мінін білген әулие дегені аса терең пайым. Алаш қайраткері Мағжан Жұмабайдың адамның түзу жолға түсуінің бірінші шарты өзін тексеру, өз қатесін көре білу, келешекте сол қателікке жол бермеуге ұмтылу дегендей бір мезет оңаша қалып өзіңізге сын көзбен қарауды, жан дүниеңізге үңілуді әдетке айналдырыңыз. Ахмет Байтұрсынұлы жасалмаған жұмыс үшін басқадан кінә іздеудің қате екенін айтады. Біреу жұмыс қылайын десем, тұрған жерім жаман дейді. Біреу маңайымдағы елім жаман дейді. Бұлардың бәрі де бос сөз.
Шәкәрімнің сыртыңды сыланасың өң беріп, ішіңнің түзетпесін қатасын дегенде, сыртқы келбетімізге өң бергенімізде, жүрегімізді тазалап, бойымыздағы қателіктерге мән беруіміз керек. Хакім Абайдың өз қатесін мойындап, оны қалай түзетудің жолын іздеп уайымдағанын мына өлең жолдары саған да ой салып, кемшіліктеріңді түзетуге түрткі болсын. Ойға түстім, толғандым, өз мінімді қолға алдым. Мінезіме көз салдым, тексеруге ойландым. Өзіме өзім жақпадым, енді қайда сыя алдым. Қалап алған көп мінез, қалайша қылып тыя алдым. Бойдағы мінді санасам, тау тасынан аз емес. Жүрегімді байқасам, ине дейін таза емес. Аршып алып тастауға аспандағы саз емес. Бәрі болды өзімнен, тәңірім салған наз емес. Адам нәпсісінің табиғаты қателік пен кемшілікті мойындамай, өзін үнемі ақтауға тырысады. Керісінше қандай да бір жетістік пен жақсылықты иемденуге, айналасынан мадақ пен мақтау күтуге құмбыл тұрады. Мұның емі саған келген барлық жақсылық Алладан, ал жаманшылық болса өзіңнен деген Құран аятын жүрегіңе сіңіру болмақ. Міндеттеуші психология адамның тұлғалық дамып жетілуіне, өз өмірін қолына алып, жауапкершілікті сезінуіне бөгет болатын кедергілердің бірі басқаларды міндетті санау психологиясы. Мысалы, әке-шешем, аға-әпкелер маған көмектесуге тиіс, үй, көлік алып беруге міндетті. Мемлекет маған барлық жағдай жасауы керек. Жоғары қызметтегі сыныптасым, кәсібі керемет курстасым маған жәрдем бермесе, ол оңбаған. Осы секілді басқаларды міндеттейтін масылдық психология жайлы не айтуға болады? Мұндай адамдар өздерінің сәтсіздіктері мен бақытсыздықтары үшін үнемі біреуді кінәлап, өздерін әрдайым ақтауды әдеттеріне айналдырып алады. Туысқандарының табиғи жанашырлық сезімін өз мақсатына қолдануға құмбыл тұрады. Қажет болса бопсалап, манипуляциялаудың түрлі тәсілін де меңгеріп алады. Тіпті майталман маманға айналады. Кейде ішімдік ішіп, удай мас болу енді бірде жүнжіген адамның кепіне еніп, бишараның рөлін сомдау арқылы тіпті өлемін деп қорқыту жолымен басқалардың назарын өзіне бұруға тырысады. Жақындарының туысқандық сезімін тудыру арқылы дегеніне қол жеткізуге ұмтылады. Аяғында осындай тәсілдермен мәселесін шешуден ләззат алатын масыл мінезге пайда күнем пасыққа айналғанын өзі де білмей қалады. Мұндай адамдардың қажеттігін еңбексіз өтеп беру тым қауіпті. Бұл олардың масылдыққа тәрбиелейді. Оларға берілетін ең дұрыс көмек оқып білудің, еңбек етудің жолын көрсету. Саған ешкім ешбір істі жасап беруге міндетті емес. Өз өміріңе жауапты жалғыз өзің екенін ұмытпа. Құранның ешбір адам басқа бір жанның күнәсін арқаламайды деген аяты әрдайым жадыңда болсын. Прокрастинация. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады. Абай. Тағы 5 минут жата тұрайын, ертең жасай салармын. Келер жылдан бастап қолға алармын. Университетті тамамдаған соң бастаймын. Әуелі айлығы жоғары жұмыс тауып алайын, үйленіп алайын. Кең үйге көшкен кезде бәрі басқаша болады. Намазды зейнетке шыққан кезде оқимын. Осы қорапты тауысқан соң темекіні бірақ тастаймын. Мына тамақты жеп алайын, сосын диета ұстауды бастармын, тағы басқа. Бұл сөздер өте жиі естетін, бәрімізге таныс сылтаулар. Адамды мақсатына жеткізбей кері сүйрейтін кедергілердің, жаман әдеттердің бірі істі кейінге қалдыру психологиясы. Жетістікке жетемін десеңіз, ертеңге қалдырмай here and now, яғни осы жерде және дәл қазір осы мезетте жасауды үйреніңіз. Гүл қоқыста болса да жайқалып өседі. Жұпар иісімен айналаны көтеріңкі көңіл сыйлайды. Ол өсу үшін кең даланы, құнарлы жерді, таза ауаны күтпейді.